Жанболат, сен ақшаны долларда сақтайсың ба, әлде еврода сақтайсың ба? Естеліктерімді. Қандай өкінішті. Сәлем достар, бұл қарапайым экономика және бүгінгі санымызда біз доллардың не үшін қымбаттайтынын түсіндіріп береміз. Это он! Какой красивый! Ну-ка шляпу сними, это же целый доллар! Бәрін басынан бастайын, ертеде ешкі жүні бөртеде, әлі Құдай жерді жаратқан кезде Қазақстанға мұнайды үйіп төгіп берген екен, әсіресе Атырау мен Ақтау жаққа. Мұнайдың көптігінен Қазақстан экономикасы мұнайға тәуелді. Сол себепті егер мұнай бағасы арзандаса, Қазақстан экономикасы да құлдырай бастайды. Сонау 2014 жылы мұнайдың бір баррелі $99 саудаланған кезде доллардың бағасы бізде өте жақсы деңгейде болды. Барлық қазақстандықтар сол уақытта өздерін бақытты сезінді. Бірақ 2016 жылы мұнайдың бағасы $27 дейін түсіп, ал доллардың бағасы $380 көтеріліп кетті. Яғни мұнай бағасы арзандап кетсе, доллар көтеріліп кетеді. Ал бұл өз кезегінде Қазақстанның ұлттық валютасына үлкен зиян. Доллардың не үшін қымбаттап кететінін сіздерге қарапайым мысалмен түсіндіріп берейін. Мысал үшін, сізде $100 кітап бар. Ол кітаптың бағасы күндердің күнінде $30 болып қалады. Сол уақытта қалған $70 орнын қалай толтырасыз? Яғни долларды 3 есеге көтересіз. Осылай жоғалған $70 орнын толтыруға болады. Валютаға қатысты басқа да сұрақтардың барлығын Жетікін кезет сайтынан оқи аласыздар. Достар, бүгінге осымен тәмам. Алдағы уақытта тағы кездескенше аман сау болыңыздар.